Баршаңызға ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Мал жандарыңыз аман ба? Бүгін мен жылқы суаруға келе жатырмын. Белгілі бір себептермен соны сіздерге видеода көрсететін боламын. Каналға тіркеліп пікір жазып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де қоңыраушаны ұмытпаңыздар, қоңыраушаны. Қарашылық қажеттер насылым тұрақты көрермендерге сіздерге мың алғыс. Осылай қолдап жатқандарыңызға. Жылқыға GPS байлап жүреміз ішіндегі велосипедтерге. GPS арқылы біреу отырасыз қайда. Жалды құратылып болған. Кім біледі, комментарияға жазыңыздар, не үшін бұлай осылай мені құратылып. Сеңіздер комментария жазып кетіңіздер ағайын. Kaçma! Koy soğuk gaz. Dursun da olsun. Şıksın. Сек деген Türkiye
қараңыздаршы ағайын, мынаның бәрі әйелдер, мынау аттар тасы жоқ, піштірілген аттар, жүректер жоқ. Мына жерге жақындауға қорқады. Ағайын соңғысын аттар ішіп отыр. Жатпақ деген ат. Ал ағайын, міне видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Жылқыны осы сорамыз бұл тек бір адам жылқысы емес. Малым бар деп мақтанып отқан жоқпыз. Жай сіздерге қазақтың жігіттері осындай мал ұстап жылқымен айналысып жүрген көрсін деп. Көбі дейтін ютубта видеолардың көбісі ақы клемпи сондай шаруашылықта жүрген жігіттерді көрсін деп. Малмен де жылқымен де айналысып жүрген, сондай мақсатта түсірген видео. Рахмет көп. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Соны бассаңыз да бізге жауап бересіздер. Жақсы күндерде көріскенше ағайын.